Здравствуйте, ребята! Сегодня мы будем читать рассказ. Сначала я буду читать предложение на казахском языке и сразу давать перевод на русский. Затем мы посмотрим словарь с новыми словами. После этого я снова буду читать предложение только на казахском, а у вас будет время, чтобы подумать и понять. Через несколько времени появится перевод на русский. И в конце я прочитаю весь текст только на казахском, без перевода. Постарайтесь понять его самостоятельно. Бір күні әке мен бала егіннен үйге қайтып келе жатады. Әкесі жолда жатқан ескі тағаны көреді. Однажды отец с сыном возвращались с поля. По дороге отец увидел старую подкову. Ол ұлына: «Мына тағаны алшы, балам», дейді. Ол ескі таға не үшін керек? Деп алмайды. Он сказал сыну: «Возьми эту подкову, сынок». «Зачем мне старая подкова?» – ответил сын и не взял ее. Әкесі үндемей тағаны өзі алады. Олар қаланың шетіне келеді. Әкесі ұсталарды көреді. Сөйтіп, тағаны оларға 3 теңгеге сатады. Отец ничего не сказал и сам поднял подкову. Когда они пришли на окраину города, отец увидел кузнецов. Он продал подкову за 3 тенге. Тағы біраз жүреді. Біреу шие сатып отыр екен. 3 теңгеге шие сатып алады. Через некоторое время они увидели человека, который продавал вишни. Отец купил вишни за 3 тенге. Әкесі баласына қарамай шиені өзі жеп келе жатады. Әкесі байқамай бір шиені жерге түсіріп алады. Он ел вишни, не обращая внимания на сына. По дороге отец случайно уронил одну вишню. Баласы шиеге қызығып келе жатыр еді. Ол шиені тез көтеріп алып, жеп қояды. Сыну очень хотелось съесть вишню, и он быстро поднял ее и сел. Әкесі тағы бір шиені түсірді. Ұлы оны да алып жеді. Осылайша бала шиені жерден 10 шақты рет алып жейді. Отец снова уронил вишню, и сын снова поднял ее и сел. Так он поднял около 10 вишен. Ең соңында әкесі тоқтап, баласына шиенің барлығын береді. Сосын ұлына. Наконец отец остановился и отдал сыну оставшиеся вишни. Затем сказал: «Көрдің бе, сен тағаны жерден бір рет алуға ерініп едің. Ал қазір сол ақшаға алынған шиені 10 рет көтердің. Видишь, ты не захотел поднять подкову 1 раз, а сейчас ради этих вишен ты наклонился 10 раз. Есіңде болсын, аз жұмысты жасағың келмесе, көп жұмысқа тап боласың. Азға қанағат етпесең, көптен құр қаласың», дейді. Запомни, не хочешь делать маленькую работу, придется делать много работы. Если ты недовольствуешь малым, можешь остаться без большего. Давайте учим новые слова. Жаңа сөздер. Егін. Егін. Поле или урожай. Тага. Тага. Подкова. Ескі. Ескі. Старая. Уста.
ұста, кузнец. Шие, шие, вишня. Байқамай, байқамай, случайно. Қызығу, қызығу, интерес или желание. Еріну, еріну, лениться. Қанағат, қанағат, довольство. Құр қалу, құр қалу, остаться без чего-то. Бір күні әке мен бала егіннен үйге қайтып келе жатады. Әкесі жолда жатқан ескі тағаны көреді. Ол ұлына, мына тағаны алшы, балам, дейді. Ол ескі таға не үшін керек, деп алмайды. Әкесі үндемей тағаны өзі алады. Олар қаланың шетіне келеді. Әкесі ұсталарды көреді. Сөйтіп, тағаны оларға 3 теңгеге сатады. Тағы біраз жүреді. Біреу шие сатып отыр екен. 3 теңгеге шие сатып алады. Әкесі баласына қарамай, шиені өзі жеп келе жатады. Әкесі байқамай бір шиені жерге түсіріп алады. Баласы шиеге қызығып келе жатыр еді. Ол шиені тез көтеріп алып, жеп қояды. Әкесі тағы бір шиені түсірді. Ұлы оны да алып жеді. Осылайша бала шиені жерден 10 шақты рет алып жейді. Ең соңында әкесі тоқтап, баласына шиенің барлығын береді. Сосын ұлына. Көрдің бе? Сен тағаны жерден бір рет алуға ерініп едің. Ал қазір сол ақшаға алынған шиені 10 рет көтердің. Есіңде болсын, аз жұмысты жасағың келмесе, көп жұмысқа тап боласың. Азға қанағат етпесең, көптен құр қаласың, дейді. Бір күні әке мен бала егіннен үйге қайтып келе жатады. Әкесі жолда жатқан ескі тағаны көреді. Ол ұлына, мына тағаны алшы, балам, дейді.
Ол ескі таға не үшін керек? Деп алмайды. Әкесі үндемей тағаны өзі алады. Олар қаланың шетіне келеді. Әкесі ұсталарды көреді. Сөйтіп, тағаны оларға 3 теңгеге сатады. Тағы біраз жүреді. Біреу шие сатып отыр екен. 3 теңгеге шие сатып алады. Әкесі баласына қарамай, шиені өзі жеп келе жатады. Әкесі байқамай бір шиені жерге түсіріп алады. Баласы шиеге қызығып келе жатыр еді. Ол шиені тез көтеріп алып, жеп қояды. Әкесі тағы бір шиені түсірді. Ұлы оны да алып жеді. Осылайша, бала шиені жерден 10 шақты рет алып жейді. Ең соңында әкесі тоқтап, баласына шиенің барлығын береді. Сосын ұлына: «Көрдің бе, сен тағаны жерден бір рет алуға ерініп едің. Ал қазір сол ақшаға алынған шиені 10 рет көтердің. Есіңде болсын, аз жұмысты жасағың келмесе, көп жұмысқа тап боласың. Азға қанағат етпесең, көптен құр қаласың», дейді. На этом наш урок закончен. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.